барлығыңызға сәлем. Бізбен бірге Жасыбайға барып келіңіздер. Осындай влог. Бірінші ауылда бір үйде жиналып алдық та, заттарымыздың бәрін багажникқа салып шықтық жолға. Жолға шықпай тұрып, осылай күшті летний кухняда күшті шай ішіп алдық. 7 машина болып жолға шықтық. Еще одно замечательное средство подавать милостыню писем. Катон қарағай орсақ вообще аузымызды шығатшамыз. Сабынды көл. Жол в принципе нормально, бірақ Қаныш Сәтбаев деген ауылдың жанындағы жол это вообще ужас. А так нормально. Это палатки. Екі киіз үй мен екі номер снимать еттік. Негізі жақсылап іздесе, одан да күшті условиялар мен күшті жерлер тауып алуға болады. Ертерек бронируйте. Көлге бір шомылып шығып, басқа да достопримечательности көруге шықтық. Мына жақта кәдімгідей Милканың рекламасын болып отыр ғой. Қараңдар, кайф. Сосын Торайғыр деген жерге келдік. Ауылда өз көлі де күшті екен, еще таулары да күшті екен. Прям ұнады бізге. Мені осы тау прям күшті әдемі. Поймали.